Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз мейрамханада. Бүгінгі тақырыпта тағам және сусын атауларын айтып үйренеміз. Тағам атауларымен танысайық. Лағман, палау, манты, сорпа, балық, тауық, ет, қуырдақ. Енді сусын атауларымен танысамыз. Шырын, шәй, су, айран. Келесі тапсырма. Манты тағам ба, сусын ба? Дұрыс айтасың, манты тағам. Балық тағам ба, сусын ба? Иә, балық тағам. Шәй тағам ба, сусын ба? Дұрыс, шәй, сусын. Палау тағам ба, сусын ба? Дұрыс айтасың, тағам. Қуырдақ тағам ба, сусын ба? Иә, тағам. Айран тағам ба, сусын ба? Дұрыс, сусын. Ет тағам ба, сусын ба? Тағам. Шырын тағам ба, сусын ба? Сусын. Ендігі қарама-қарсы мағынадағы сөздерді үйренейік. Газдалмаған су. Газдалған су. Дәмді тағам. Дәмсіз тағам. Ащы. Тәтті. Сүтті шәй. Сүтсіз шәй. Келесі тапсырма. Мәтіндерді толықтырып жаз. Өзіңді тексер. Манты дәмді болыпты. Мен сүтсіз шәй ішемін. Шоколад өте тәтті. Мына тағамның дәмі ащы екен. Келесі тапсырма. Сурет пен сөздерді дұрыс орналастыр. Өзіңді тексер. Ендігі диалогты мұқият тыңда. Қош келдіңіз. Қандай тағамға тапсырыс бересіз? Маған манты беріңіз. Сусыннан не аласыз? Газдалмаған су және апельсин шырыны. Тәттіден не қалайсыз? Әзірге осы. Жақсы, тапсырысыңыз 10 минутта дайын болады. Диалог бойынша сұрақтарға жауап бер. Әсел қандай тағамға тапсырыс берді? Дұрыс, мантыға тапсырыс берді. Әсел газдалмаған суға тапсырыс берді ме, әлде апельсин шырыны ма? Дұрыс айтасың, апельсин шырынына. Даяшы, тапсырысыңыз неше минутта дайын болады деді? Дұрыс, 10 минутта дайын болады деді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.